Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің талпыныстарым деп аталады. Сабағымызда негізге алатын құндылығымыз ол ақиқат құндылығы, ал қасиеттер ізденімпаздық, мақсаттылық. Сабақтың дәйек сөзі ретінде іздеген жетер мұратқа деген халық нақылын алып отырмыз. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Өз мақсатына жетуге адам баласына қандай қасиеттер көмектеседі? Осы сұрақтар төңірегінде ойланып көрейікші. Сұрақтарымызға жауап алу үшін келесі ақпаратпен танысуға шақырамын. Біздің әрқайсымыз бір нәрсеге ұмтылу қажет екенін сезінеміз. Кейбір адамдар өз мақсаттарына жетуге тырысады, ал басқалары кемелдікке ұмтылады. Біздің әрқайсымыз бір нәрсеге жетуге тырысамыз. Ең бастысы қайда және неге екендігін анықтап, нақтылық келтіріп алуымыз керек. Талпыныс бұл әрекетке деген ұмтылыс, шешілуі қиын жаңа нәрселерге деген табандылық. Сіз бір нәрсеге құштарлықты сезіне бастаған кезде көкірегіңізде от сезімі пайда болады. Өз қалауыңызды жүзеге асыру, мақсатты және шешімді әрекет ету қажет екендігін ұға бастайсыз. Табандылық таныта отырып, сіз ұмтылатын нәрсе сізге қарай жақындағанын сезесіз. Егер сіз қандай да бір істің қолыңыздан жақсы келетіндігін түсінсеңіз, өзіңізге, өз күшіңізге деген сенім арта түседі. Сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай қозғалған кезде, сізді ешкім де тоқтата алмайды. Мақсаттың тартымдылығы және оны жүзеге асыруға деген ұмтылыс сізде жеке мотивацияны, сарқылмас ерік-жігерді, сондай-ақ көзделген мақсатқа жету жолындағы қиын сәттерде төзімділікті оятады екен. Сабағымызды әрі қарай ағаштағы ұлу аңыз әңгімесімен жалғастырайық. Көктем тым кеш шықты. Желдеткен суық күннің бірінде ұлу шие ағашына өрмелей бастады. Көрші ағаш басында отырған торғайлар мұны көріп, шиқ-шиқ күле берді. Сосын бір торғай ұшып келіп, ұлудан сұрады. «Оу, ұлу батыр, көрмейсің бе? Бұл ағашта шие жоқ қой». Өрмелеуін тоқтатпастан ұлу былай деп жауап берді. «Мен өрмелеп шыққанша болады». Балалар, осы әңгімеден қандай ой түйдіңіздер? Ағашқа өрмелеген ұлудың көздеген не деп ойлайсыңдар? Мақсатқа қол жеткізу оңай ма? Неліктен? Мақсатшыл адамның бойында қандай қасиеттер болады? Өзің алдыңа қандай мақсат қойдың? Осы сұрақтар төңірегінде ойланып көрейікші. Иә, балалар, бұл жердегі ұлудың негізгі мақсаты ол сол шие шығып піскенге дейін ағашқа өрмелеп жету болады. Яғни ол алдына мақсат қоя білді. Сол мақсатқа жетуде ең бастысы оған табандылық қажет. Мақсатқа қол жеткізу оңай деп айта алмаймын. Әрине ол біздің ең бірінші қойған мақсатымыздың нақтылығына байланысты және соған жетуге деген біздің талпынысымызға, ұмтылысымызға тікелей байланысты екен. Әрине, біздің мақсатымызға жетуге сонымен бірге біздің бойымыздағы қасиеттеріміз де көмектеседі. Ол табандылық, сабырлық, шыдамдылық, ізденімпаздық, қайраттылық, жігерлілік қасиеттері. Әрі қарай сабағымызды кіреберісте күн кешкен актер деген әңгімемен жалғастырайық. Бір ресейлік актер шығармашылық сапармен шетелге барады. Өнер ұжымын құрметпен қарсы алған шетелдіктер қымбат қонақ үйден әр адамға жеке бөлме береді. Әлгі жас актерге де сондай жеке бөлме тиеді. Бірақ қызығы сол, жеке бөлмеде ақ жайма төсеніш, жастығы жоқ шағын диван ғана тұрады. Одан бөлек киім ілетін шкаф пен орындық және жатаған шағын үстел бар екен. Аты шықпаған жас актерге соның өзі люкс бөлмесіндей көрінеді. Дегенмен қолайсыз жағы бөлмеде терезе жоқ болып шығыпты.
Кедеулі отбасында өскен актер күй талғамайтын. Сондықтан ол терезесі жоқ жұпыны бөлмеде еш ренжіместен тұра береді. Ерте кетіп, бөлмеге кештеу қайтады. Таңғаларлығы, оны көргенде бөлмелерді жинаушы әйел дауыстап үнемі бірдеңені айтады. Ағылшын тілін түсінбейтін актер сен кеу деген жалғыз ауыз сөзден басқа жауап бере алмай кете береді. Содан арадан 10 күн өткенде гастроль аяқталып, қайтатын уақыт жетеді. Бұл күні қонақ үйге ертелеу оралған актер бөлмені тапсыру үшін кезекшіге барады. Бөлмені қабылдап алуға келген әйел қабырғаға тақап қойылған шкафты сәл итергенде арғы жағынан есік көрінеді. Қызығы сол, ол есіктен кірсе, кең сарайдай үлкен люкс бөлме бар екен. 2 адам жататын жұмсақ төсек, теледидар, интернетке қосылған компьютер, іші азыққа толған тоңазытқышқа дейін бар екен. Ал үлкен терезеден көрінген қаланың гүлзарға оранған әдемі көрінісі көз жауын алады. Ат шаптырым кең ванна бөлмесінде қабырғаны алып тұрған айна мен жуынатын себезгі, тіпті су сабын, қырынатын ұстараға дейін тұр. Осының бәрін көргенде тіл аузынан айырылғандай күйге түскен актер әуелі қарқылдап күледі. Содан кейін еңіреп жылайды. Ол өзінің 10 күн бойы люкс бөлмеге кіре берісте қатқыл диванда ұйықтап келген ақымақшылығына күлген екен. Ал жылаған себебі сонша уақыт бойы барлық жағдай қарастырылған люкс бөлмеде бос уақытында тамаша демалу мүмкіндігін жіберіп алғандығына деген өкініш болыпты. Міне балалар, бұл әңгімеден қандай ой түюге болады? Егер сол жас актер өзінің ұялшақтығын, жасқаншақтығын сырып қойып, алға қарай ұмтылып, кішкене бір-екі ауыз сөзбенен сұрағанында, мүмкін ол сол жақтағы кең сарайдай бөлмеде демалу мүмкіндігін жіберіп алмас еді. Яғни ол өзінің артық алға қарай талпынбағанның кесірінен, яғни бір ауыз сұрақ қойып, кең бөлмеде өмір сүру мүмкіндігінен айырылып қалған үшін қатты өкінді. Яғни сол бір 10 күн бойы ол сол люкс бөлмесінің кіре берісінде күн кешіп келгеніне қатты іштей қынжылып жылаған екен. Міне балалар, біздің өмірімізде мұндай оқиғалар көптеп кездесіп жатады. Сондықтан қандай да бір істе біз түсініспеушілікті байқасақ, немесе егер біздің көңілімізден шықпаған жағдайларды байқасақ, бұл жағдайға ашықтық, нақтылық енгізу үшін біз бұл жерде сұрастырып, яғни жағдайымызды жақсы жағына өзгертуге байланысты, немесе нақтылық енгізуге байланысты біз сұрақтар қойып, алға қарай талпынуымыз керек екен. Сонда ғана біз өзіміз қалаған деңгейде өмір сүре аламыз. Және де өзіміздің қалаған мақсат мұраттарымызға жетуімізге мүмкіндігіміз болады екен. Сабағымызды әрі қарай бірінші тапсырмамен жалғастырайық. Бұл жердегі берілген сөздерді оқып, өзіңнің не үшін талпыныс жасайтыныңды, не нәрсеге ұмтылатыныңды жаз дейді. Яғни берілген сөздердің ішінен өзіңе сәйкес келетінін таңдап жаз. Егер сенің талпыныстарың бұл сөздердің ішінде жоқ болса, оны өз ойыңнан жазуыңа болады. Яғни бұл жердегі мейірімді болу үшін, әділ болу үшін, тәтті тамақ жеу үшін, жылтырақ киімдер кию үшін, терең білім алу үшін, адал еңбек ету үшін, өзімді өзім тану үшін, көбірек ойнау үшін деген нұсқалар бұл жалпылама түрде берілген нұсқалар. Егер сенің талпыныстарыңа бұл нұсқалар жатпайтын болса, сенің талпыныстарың мүлдем басқаша болатын болса, оны өз ойыңнан жазуға болады. Яғни бүгінгі сабақтан алған білімімізді, ойымызды нақтылау үшін осы тапсырманы орындауға шақырамын сіздерді. Осылайша бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта аман-есен кездескенше сау болыңыздар.